Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай фотобокс немесе 3D открытканы жасау жолын с нуля үйретемін. Ол үшін бізге бірінші пустышка керек болады. Пустышканы галереяға сохранить етіп аламыз. Одан кейін өзімізге керек картинканы тауып аламыз. Мен көбіне Pinterest'тен іздеймін. Осылай жазамын. Қандай керек, соны жазамын да іздеймін. Мен обычно дизайн жасағанда бәрін тщательно қарап, таңдап жасаған жақсы көремін. Сол үшін ұзақ қараймын, ұзақ таңдаймын. Мына жерде де мынау бола ма, болмай ма деп қарап, көш жарайды осыны алайыншы деп шештім. Одан қайтадан PicsArtқа кіреміз, рисовать таңдаймыз, добавить фото деп, осы жаңағы таңдаған картинканы қоямыз. Картинканы қойған кезде мен осылай істеймін. Блинчикті басам, копировать деп, преобразовать деп, осылай өзгертіп аламын. Сонда как будто целая картинка шығады, ешқай жері цветі екі түрлі, үш түрлі болып кетпейді. Осылай картинканы қойып аламыз. Содан кейін тағы да, чтобы мына жерді жабу үшін осылай соза салам. Обычно осылай жасаймын шаблондарды. Бір жерін фото қоюға алып қаламыз PNG түрінде. Дальше өз фантазияңызға қарай сәндесеңіз болады шаблоныңызды. Мысалы стикер деп басып, также пустой слой, стикерді басасыз, рамка деп жазып, рамка цветы, рамка золото жазуға болады. Өзіңізге ұнаған рамканы таңдап, шаблонның қалаған жеріңізге қоясыз. Мен осылай мен сияқты. Одан кейін фото қою керек болады. Также пустой слой, добавить фото деп, маманың фотосын таңдап, қиып, айналдырып, шаблонның артына блинчикті басып, шаблонның артына соңына қарай жібереміз. Мына жерде дұрыстап жатырмын. Рамкадан бөлек байқасаңыздар, екінші жағына с 8 марта деп қойдым. Бұл да стикер. Также добавить пустой слой, стикер деп таңдайсыздар да 8 марта деп жазуға болады. Сонда неше түрлі рамкалар, стикерлар, жазулар шығады, соны таңдап қойсаңыз болады. PicsArt'тың жақсы жері сол. Одан уже екінші шаблонын таңдаймыз, пустышканы. Оны тоже осылай жасап аламыз тез-тез. И екі шаблонды да печатьқа жібереміз. Отправить, iPrint деп таңдаймыз да. Настройкасын қарап тексеріп аламыз. Размер бумаги А4. Макет с полями. Качество печати высокое деген болу керек. Солай печатьқа жібереміз. Міне осылай печатьқа жібереміз. Сіздерге принтердің печатать етіп отқанда дауысы ұнай ма? Маған өте қатты ұнайды. Прям құлағыма жағымды болып естіледі. Осылай шаблонымыз шығып жатыр. Енді осыны қазір қалай құрастыру керегін көрсетемін. Міне шаблонымыз дайын. Енді осыны шешетін сызық бойынша қиып шығамыз. Өте оңай. Осындай әдемі, түсі анық болып шықты. Шет-шетін айналдырып қиып шығасыз. Оның ешқандай қиыншылығы жоқ. Мысалы сіз осы істі бастағыңыз келіп жүр, бірақ баламен қалай үлгеремін деген сұрақ болса, менің екі балам дәл қазір қасында отыр. Біреу ұйқыдан тұрды, кішкентайым. Қасымда тамақ жеп отыр, үлкенім мороженое жеп отыр. Екеуі қызықтап, мен істеп отырған ісіме қарап, соған алданып, үлкенім арасында қайшымен қағаз сұрап алады, бер қоям. Қиып отырған, менімен жағаласып қиып отырған жақсы көреді. Балаға ол жақсы деп ойлаймын. Осылай қиып аламыз.
Бәрі өте оңай. Балаға қарайтын адам болса тіпті оңай. Үлкен заказдар бар кезде апамыз, атамыз көмектеседі. Күйеуім қарайды балаларға. Осылай тез қиып жасап шығамын. Енді осылай жан-жағын бүктейміз. Сызық бойынша бәрін бүктеп шығамыз. Сосын горячий клеймен тек қана крышкасын жабыстырамыз. Видеодағыдай. Мұқият қарап алыңыздар. Осы 4 жерін жабыстырамыз. Сосын қағазды қайырып, 4 жақтағы артық қағаздар жабыстырып шығамыз. Сол кезде крышкасы дайын болады. Крышканы сосын жаңағы боксқа осылай кигізе саламыз. Бұл шокобоксты немесе открытканы өзім беруге болады, немесе ішіне сыйлық салып беруге болады, кішігірім. Егер осы шокобокстың шаблонын тегін алғыңыз келсе, осы видеоның астына комментарий қалдырып кетіңіз. 100 комментарий толған бойда мен өз каналыма осы шаблонды саламын. Каналыма тіркелу үшін видеоның астына ссылка бойынша өтіңіз.